Сәлем достар, безеу 13-14 жаста немесе өтпелі кезеңдегі адамдарда шығады. Біз бүгін сіздерге қалай безеулер мен қарадақтардан құтылудың жолдарын айтатын боламыз. Безеу мен қарадақтардан құтылу үшін сізге ең алдымен 1 лимон мен 1 шай қасық бал қажет. Лимонға балды құйып, бетіңізге жаға бастаңыз. Әсіресе безеулер көп орналасқан жерлерге балды ұстап тұрыңыз. Сосын барып 5-7 минут өткен соң бетіңізді жуып, таза сүлгімен сүртіңіз. Осы айтылғандарды аптасына небәрі 2 рет жасасаңыз, сіздің бетіңізде мүлдем қарадақтар, безеулер болмайды. Және безеулерді көп сыға бермеңіз. Сонымен қатар, безеуден құтылу үшін көптеген майларды бетіңізге жақпағаныңыз жөн. Өйткені сіз бетіңіздегі безеулерді одан әрі көбейтіп асқындырасыз. Егер сіз әйел адамы болсаңыз да, бетіңізде безеу болса, онда макияж жасамағаныңыз жөн. Өйткені макияж безеулерді көбейтуге әкеледі. Одан да суды көбірек ішіп, және жемістерді көп жегеніңіз жөн. Тағы да көзге тамызатын дәріні қолдансаңыз болады. Мысалы визин. Бұл дәріні көзге емес, мақтаға тамызып, тоңазытқышқа салыңыз. Сосын безеуге қойсаңыз, 1-3 күннің ішінде кетіп қалады. Безеуді кетіретін ең тиімді әдіс ол сарымсақ. Сарымсақты жақсылап, турап бетіңізге жағып, сосын жусаңыз, бетіңіздегі безеу кетіп қалады. Бірақ бетіңіздегі иіс көптеген уақыт бойы қалып қалады. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздер осы видеода айтылған әдістердің барлығын қолдансаңыз, сіздің бетіңіздегі барлық безеулер кетіп қалады. Достар, егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде біздің осындай қызықты видеоларымызды ешқашан жіберіп алмайсыз. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит, қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.